Саламатсыздар ма балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ Парижде, яғни қажымқан сабағының жалғасы. Эстония, Латвия, Австрия, Венгрия, Польша, Швейцарияны аралап келіп, мұқан әбден шынығып, жауырыны жерге тимеген атақты палуан болады. Сөйтіп, жасы 30-дан асып, енді елге қайтпасам болмас деп атқан кезде, Дубни Ригадан бірнеше палуандарды алып келеді. Ол Дубниді көрген кезде өзінің туысқанын көргенде қуанып, жайраңдап әңгімелесіп әңгімелерін соғады. Сөйтіп Дубни, мұқан енді Парижге барамыз, онда жер жүзінің барлық палуандары қатысатын болады. Солармен күресіп өзіміздің дүниежүзілік күшімізді мөлшерін өлшеп көреміз дейді. Кездесе алмай жүрген палуандардың атын естіп мұқан қатты қуанады. Сөйтіп сағынған елін ұмытып Парижге қашан барамыз деп асыға күтіп жүреді. Сөйтіп екеуі Парижге аттанып кетеді. Парижде неше алуан күштің кереметін көреді. Ояқта ырылдаған арыстанды аяғынан ұстап лақтырғандай күш көрсетеді. Ұлыған иттей шоңқайтып барлық палуандарды отырғызып кетеді. Яғни екі пұттық кіртастың бесеуін шар қылып ойнатқан палуан болады. Парижде неше түрлі палуандар келді. Мысалы, білектей темірді мойнымен, лом темірді тісімен майыстырғандар болды. Сосын екі білегімен екі атты орнынан қозғалтпай, тапжылтпай қозғалтпай қойған палуандар да болды. Сосын қолын созып, сол қолына 4 адамды мінгізіп, цирктің шеңберін айналып шыққандар болды. Сосын төбесінен тұрып, аяғының үстінде 6 адамды ойнатқандар болды. 2 пұт тасты кеудесіне қойып, жарты пұттық балғамен ұрып сындырады. Ал Үндістанның палуаны өзінің мырзасын үй ішімен жайылған дастархан қиюлы шарабымен дөңгелек тақтайға отырғызып алып, төбесіне көтеріп кіріп келеді. Африка палуаны болса 30 пұттық пілді иығына тұрғызып көтеріп көпшіліктің таң қалдырады. Тағы толып жатқан көптеген палуандар осы Париж халқын таң қалдырып, Париж халқы қошеметтеп оларды қарсы алады. Цирктің басқарушысы шығып, ертең Ресей палуандардың өнерін көресіздер деп хабарлайды. Сөйтіп, жаңдай соғылған қолдың жаңғырығы Парижді жаңғырықтырып жібереді. Цирк ашылған кезде орталық шеңбердің алаңында басқа палуандар сияқты дайындатып қойған құралдары ешқандай көрінбейді. Олардікі тек қана алаңның жартысынан көбі дөңгелек тақтай басып жатады. Ал цирк алаңында басқа зат көрінбейді. Орыс палуандарының күш көрсететін ойыны басталды деп цирк басқарушысы хабарлайды. Сол кезде барлық ел цирктің қосалқы есігіне қарайды. 18 пұттық рельске 25 қызметші адам мінгізіп алып, бір кісі кіріп келеді. Ол аяғын ақырын басып кіріп келеді. Яғни бір ауыр заттарды көтеріп тұрғанда емес, мереке маршында басып келе жатқан әскердің адамы сияқты көреді. Кіріп келеді де жан-жағына қарайды. Сөйтіп, Шығыс Европаның үздік атағын алған орыс палуаны Дубни деген кезде барлығы таң қалып үрей ұшып қарайды. Кейін шапалақтап бәрі риза болады. Палуан цирк алаңын бір айналып келеді де, отырған елден тағы да бірнеше адам шақырып, рельстің екі басына бастырады. Сол кезде 40 кісінің салмағы рельсті иіп жерге тигізеді. Сонша салмақты орыс палуаны өзі көтеріп, цирктің ішін жаңғыртып жібереді. Бір кезде басында айыр қалпағы бар, үстіне ала шапан киген, жалпылдақ жүнді, өркешті түйеге мінген біреу шығады. Бұл көрініс Европа еліне Шыңғысхан тіріліп келгендей болып көрінеді. Балалары шуылдасып, үлкендері шапалақ ұрып, бәрі сол шыққан адамның аты жөнін атауға мұрша бермейді. Бәрі қуанып, шулап кетеді. Орындарынан тұрып, бір-бірінің иықтарына асылып, цирктің ішінде бір дауыл соққандай бәрі жамырасып кетеді. Ал палуанның оларда жұмысы да болмайды. Түйеден түседі де, оның алдыңғы екі аяғын балтырмен қағып жіберіп шөк дейді. Сол кезде ол шөккен кезде жаңағы түйені екі иығына салып алып, циркті бір айналып шығып кетеді. Ал жұрт болса соған анталап, бәрі қарап, қалай көтеріп әкеткенде білмей қалады. Бәрі шуылдасып кетеді. Сөйтіп, палуанды қайта шақырып, көпшілік шулап жаңғыртып жібереді цирктің ішін. Қайда әлгі алып шақырып өзін анықтап көрейік деп бәрі шыңғырып жатады. Сөйтіп қайта көруге асығып ентелеген палуанды ақ қалпағы көріне бергенде барлығы шапалақтап, барабанның
дауыс шыққандай шапалақтап қол соғады. Сөйтіп Қажымұқан ортаға шығып, алаңға шығып, цирктің орталық алаңындағы ағаштар салынған арбаны тісімен тартып ортаға кеп тоқтайды. Ол арбаның төрт жағында 75 пұт деген жазу көрініп тұр. Шығыс Европаның үздік атағын алған Ресейдің балуаны Мұқан Мұңайтпасов деп цирк басқарушысы хабарлайды. Сол кезде Мұқан лом темірді галстукке қылып бұрап көрсетеді. Бұл Мұқанның өзінің жеңіл өнері болатын. Оны жұрт көріп таңғаланады. Bir кезде кенет музыка долдана тартылып кетеді. Содан кейін жатқан сандық тасты төрт кісі әзер көтеріп Мұқанның кеудесіне қояды. Кәне кім ұрып сындыра алады осы тасты деп хабарлайды. Мен ұрамын деп бір-екі адам шығып, жаңағы балғаны алып ұрмақшы болған еді, балғаны көтере алмай қалады. Ал жалаңаш кеудесіне қойылған 8 пұт тасты сындыру көп адамға оңай тимейді. Одан кейін мен көрейін деп Үндістанның Рига Рейбер деген палуаны шығады. Сөйтіп палуан шығып тасты бір ұрып, жаңағы Қажымұқанның кеудесінде жатқан тасты сындыру еді балғамен. Оны индус палуаны шығып балғаны көтереді. Сол кезде музыкада тоқтап, барлығы үнсіз қалады. Балғаны көтерген кезде музыканың дауысы өшеді. Балға көтерілгеннен кейін бәрі үнсіз қалып, тым-тырыс болып қалады. Одан кейін музыка жарылған бомбадай шаңқ етіп дауысы шығады. Сол кезде балға да Қажымұқанның кеудесіне барып тиеді. Бірақ тасты сындыра алмайды. Сынбаған тасты Қажымұқан лақтырып жібереді, орнынан атып тұрады. Сөйтіп ертең күрес басталады деп цирк басқарушысы хабарлайды. Сол Парижде болған палуандардың теңдессіз күресінен, өнерінен осы орыс халқының палуандарының күші туралы барлығы шулап кетеді. Балалар, мен түсіндірген түсіндірмеге түсінді деп ойлаймын. Олай болса, әңгіменің сұрақтарына келейік. Білу, Қажымұқан шығармасының оқиғасы қай қалада, қай кезде болды? Саудагер Иван Йовичтің қоймасынан қандай дауыс естілді? Олар нені көтере алмай жатты? Қар күреген 16 жасар бала қойма басшысымен не туралы сөйлесті? Баланың еңбегін саудагер мен кіреші бай қалай бағалады? Саудагер кіреші Орли Масликовқа қандай кеңес берді? Орли Масликов пен Мұқан екеуі қандай келісімге келді? Екінші, Мұқан қандай жігіт болып ер жетті? Ол Масликовтың жұмысын қалай атқарды? Бай Мұқанды қайда жұмсады? Мұқан бұл қиындықты қалай шешті? Үшінші, Петербургтегі Иван Лебедевке кімдер қайдан келді? Добрый Раби өз хатында не жазыпты? Иван Лебедев Мұқанды қалай сынамақ болды? Мұқан оған қандай жауап берді? Жекеменшік күрес мектебіне қабылданған Мұқанға кімдер көмектесті? Французша күрес мектебіндегі Мұқан қандай өнерге машықтанды? 30 жастан асқандағы Мұқанның жетістіктері қандай болды? Дубни оған қандай жаңалық айтты? Мұқан оны қалай қабылдады? Ресей балуандарын кім бастап шықты? Дубни қандай өнер көрсетті? Мұқан Париж аренасында өнердің қай түрлерін көрсетті? Оқиға бір ақпан қаңтар айларында Қызылжар қаласында болды. Петр қаласында өзінің палуандыққа деген алғашқы жолын бастады. Қоймадан 30 пұт май құйып қатырған кеспекті 10 адам жабылып, орнынан қозғалта алмай жатты. Сарай ішіндегі дауыс солардың үні еді. Сарай ішінде 30 пұт май туралы сөйлесті. Май салған кеспектің қожасы өздері көтере алмағанды көтерген үшін 50 тиын, ал Масликов 20 тиын берді. Орли, сен мына қазақты қолыңа түсіріп ал, кірешіңе мұндай адам керек қой деді. Мұқан Масликовқа жалшылыққа тұрды. Ал памсадай денелі күшті болып ер жетті. Білу 2-ші бөлім. Ол бәріне келісіп айтқанның бәрін орындады. Қаладан 20 шақырым жердегі шөпті әкелуге жұмсады. Өлген 2 атты шанаға жегіп сүйреп әкелді. Білу 3-ші бөлім. Иван Лебедевке Қазан қаласынан оқуға бала келді. Добрый Раби өз хатында Мұқанды оқуға алып өтініш жолдаған. Мұқанға келіп шағынған арыстандай шап беріп, ауыр денесінің салмағын сала 2 иығымен басты. Оның не істеп тұрғанын түсінбеген Мұқан орнынан атып тұрды. Қазандағы Каримов мырзаның типографиясының жұмысшылары жинап берді. Ең жеңілі лом темірді мойнымен иіп, 3 пұтық 2 тасты 2 қолмен жоғары көтеру. Ауырлары 12 пұтық рельске 25 адамды мінгізіп, иығымен көтеру. 4 пұтық тасты кеудесіне қойып, балғамен ұру. Білу 4-ші бөлім. Эстония, Латвия, Аустрия, Венгрия, Польша, Швейцарияны аралап талай күресті. Көрген Мұқан әбден шынығып, жауырыны жерге тимеген атақты палуан болды. Дубни Мұқанға енді ұзамай Парижге жүреміз дейді. Мұқан оны қуана қабылдады. 3-ші, балуандарды Дубни бастап шықты. 18 пұттық рельске 25 қызметші адамын мінгізді. Түйені өз иығына көтеріп салды. Лом темірді бұзып галстук етті. Сандық тауды кеудесіне қойып, оны сындырды. Түсіну.
Қар күреген бала мұқан неге саудагер Иван Новичтің қоймасына тесіле қарады. 30 пұттық кеспекті мұқан неліктен шелектей ақ ыдыс деп атады. Иван Нович неліктен кіреші Орли Масликовқа мұқанды қол астына алуды ұсынды. Орли Масликовтың тапсырмасын мұқанның аз уақытта тындыру себебі неде? Добрый Раби мұқанды Петербургтегі балуандар мектебіне не себепті жіберді? Петербургтегі балуандар мектебінде қажымұқан неліктен демалыссыз жаттығады? Париж циркіндегі мұқан көрсеткен өнерге халықтың ерекше құрмет көрсету себебі неде? Мұқан сарайдағылардың айғайын естіп, олардың не істеп жатқандарын түсіне алмады. Себебі мұқанға ол сөз емес еді, оны оңай көтере алатындай күш бар еді. Себебі мұқанның мұндай күшті оларға қажет еді. Мұқанға басқаларды күтпей ертерек аяқта деген болатын. Мұқаннан үлкен үміт күтті, оның болашағы зор екенін білді. 3 бөлім. Ол тез арада үлкен жетістікке жетіп, оқуда аяқтағысы келді. Себебі оқуды соңына дейін аяқтауға қаражат жетпес еді. Париж халқы ондайды көрмеген соң қатты таң қалды. Талдау. Мұқанның атқарған қызметін меңгерген өнер түрлерін оның өсу жолы ретінде жазып шығыңдар. Хрестоматияда берілген үзінділерде пайдаланыңдар. Қажымұқанды басқа палуандармен салыстырыңдар. Шығармада суреттелетін кейіпкерлердің салыстырмалы мінездемесін жасаңдар. Әңгіме кейіпкері, мінез-құлықтары, іс-әрекеті, пікірім. Вендиграммасын қолданып шығармадағы Қажымұқан бейнесін ақын Сырбай Мәуленовтың «Ұл тартып туса иге енді өзіңе» өлеңімен салыстырыңдар. Саусағы Алатаудың еменіндей, жотасы Қаратаудың кемеріндей. Жүзіне шаттық қайғы білінбейді, түп-тұнық қараөткелдің тереңіндей. Ордадай омырауы алқа-салқа, жартастай бас терісі жаңқа-жаңқа. Құлағы жымырайған жырым-жырым, қарыны бұлшығыттай қалта-қалта. Тұтасқан мойнын дала жондарындай, білегі жолбарыстың қолдауындай. Күрзідей қолдарының тегеуріні атасы Қобыландының қолдарындай. Жауаптары. Талдау. 30 пұттық майды көтеру, лом темірді мойнымен иіп, 3 пұттық екі тасты қолмен жоғары көтеру, 12 пұттық рельске 25 адамды мінгізіп, иығымен көтеру. 4 пұттық тасты кеудесіне қойып, балғамен ұрып ату. 2 ат жеккен арбаны тісімен тарту. Келесі. Қажымұқан басқа палуандарға қарағанда аласа бойлы, жуан мойынды, бұлшығы тіреліп тұратын еді. Қажымұқан біртуар палуан ғана емес, елін жерін шексіз сүйген ер. Әңгіме кейіпкері. Қажымұқан Дубный. Қажымұқан орасан күштің иесі, сабырлы, елін жерін шексіз сүйген ер, мейірімді, адал. Пікірім. Ешқандай арам айласыз еңбектеніп жетістікке жете алады. Дубный. Адал, серік, сабырлы, ақылды, көп сөйлемейді. Қажымұқаннан көмегін аямай, өзін жақсы тұстан көрсететін кісі. Талдау. 4. Қажымұқан шығармада жуан мойында, аласа бойлы, бұлшығы тіреліп тұратын деп суреттеледі. Ұл тартып туса иге енді өзіңе өлеңі. Өлеңдегі бейне де мұқанды сипаттағандай ақ. Бұл өлеңде де жүзін, мойындарын, денесін сипаттайды. Келесі тапсырма. Жинақтау. Қажымұқан кім, қандай адам болған деген сұрақтар төңірегінде ойларыңды топтастырыңдар. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының кәсіпқой балуаны, тұтас ғұмырын күреске арнап, ұлан-ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Қажымұқан біртуар балуан ғана емес, елін жерін шексіз сүйген ер. Қолдану. Оқулық хрестоматия материалдарын пайдаланып, күш атасы Қажымұқанның портретін сөзбен сипаттап жазыңдар. Шығармадан Қажымұқан бейнесін танытатын эпизодтарды табыңдар. Қажымұқанға тән қасиеттерді жазып, дәлел келтіріңдер. Қажымұқанға тән қасиеттер, дәлел. 3. Шығарма мазмұны бойынша тапсырмаларды орындаңдар. Үзіндіні бірнеше бөлікке бөліңдер, әр бөлікке атау беріңдер. Әр бөліктің негізгі ойын білдіретін сөйлемдерді табыңдар. Кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіркесі сөйлемдерді анықтаңдар. Мәтіндегі барлық кейіпкерлерді кезегімен атап шығыңдар. Мәтіндегі оқиға орын алған жерлерді атаңдар. Үзіндіні аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар. Үзіндіні жұп құрып, тақырып бойынша бортты жүк кестесін толтырыңдар. Жұптың біреу болжам бөлігімен жұмыс жасап, плюс немесе минус таңбасын болжамдың дұрыс бұрыстығына қарай қойып отырады. Екіншісі тек жаңа ақпарат жазады. Соңғы қадамда жұпта талқылап, сыныпқа таныстырады. Болжам. Тақырып бойынша бұрыннан не білемін, бұл туралы не білуім керек. Жаңа ақпарат. Бұл туралы енді не білдім. Қандай маңызды сәттерді мен енді анықтадым. Қазақ спортының атасы Қажымұқан туралы бірталай мәліметтер алыңдар, ал қазіргі қазақ спортына өз үлесін қосып, Қазақстанның атын шығарып жүрген спорт саңлақтары туралы не білесіңдер? Ел мақтанышы чемпиондарымыз туралы таңдауларың бойынша елдің даңқын ер шығарар Қажымұқан қазақтың мақтаныш тақырыптарына есе жазыңдар. 1. Қолдану. Деректер бойынша Қажымұқанның салмағы 174 кг, бойы 190 см, кеудесінің аумағы 146 см, балтырының аумағы 49 см, мойнының жуандығы 56 см, бас аумағы 65 см, аяқ киімі 54 размер.
Қажымұқанға тән қасиеттер: еңбекқор, айтқаннан қайтпайтын, намысшыл, мейірімді, адал, елін шексіз сүйген ер. Дәлел: мысалы, намысшыл күш байқаған кісі тышқан аулаған мысықтай үндемей келіп бас салам екен. Беліңе қайыс байла да алдыма кел, күшті, сонан соң байқайсың дегені. Қолдану. Үшінші. Мазмұны бойынша бөліктер: сарайдағы оқиға. Сен маған сонда не істеп жатқандарыңды түсіндірші. Тау көтеріп жатыр. Сонда сарайға кірген тау көтерілмей жатыр ма? Охо, мынаның сөзі 30 пұттан гөрі ауыр екен. Шана көтерген бала. Ел тұрып қорасының айналасын күрей бастағанда адам сүйреткен дәушана шөп бір атты үстіне салып, бір атты артына байлап Масликовтың қорасына кірді. Петрдегі емтихан. Ол не дегенің? Емтиханың не? Күшіңді байқау. Қолдану. Үшінші. Палуандар мектебінде 2 жыл деп жүрем деп сол. Дубни биыл бітірем дейді. Мен сонан қаламай үйреніп шығам деді. Ентіге отырып шаршаған кейіппен. Тәжірибе жұмысына дайындауға мектеп дирекциясы бұйрық берді. Қажымұқан: жылда 150 сом төлейтін менің ақшам қайда? 2 жыл деп жүрсем де сол. Дубни биыл бітірем дейді. Мен сонан қалмай үйреніп шығам. Енді Иван біреу емес екеу. Бұл жаратылыста жеке болмасын деп мен үшін арнап жатқан серігім. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой палуан. Тұтас ғұмырынан күрес өнеріне арнап ұлан-ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрын бастаған қандастары бастаған топырақты басып көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан. Орасан күштің иесі, күресте бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған қазақ алыбы, теңдессіз өнермен жер шарын аралаған, 24 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды. Өмірінің 55 жылын күрес пен цирк өнеріне арнаған палуанға оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенінде ескерткіш орнатылып, мұражай ашылды. Біз Қажымұқанды мәңгі есте сақтаймыз. Баға беру. Қажымұқан туралы пікірлеріңді Попс формуласы арқылы білдіріңдер. Бірінші сөйлем, екінші сөйлем, үшінші сөйлем, соңғы сөйлем. Қазақ спортының жетістіктері тақырыбында өз ойларыңды ортаға салыңдар. Менің ойымша, Қажымұқан өзіне деген сенімін жоғалтып, еңбек етпесе мұндай жетістікке жетпес еді. Себебі ол бұл жетістікке тек еңбек арқылы жетті. Мен оны мына фактілермен дәлелдей аламын. Ол 2 жыл оқитын оқуды жарты жыл ішінде аяқтады. Бұл уақыттар ішінде қаншама тер төгіліп, күні-түні еңбек етті. Менің осыдан түйгенім, еңбек етуден жалықпайық, еңбек бәрін жеңбек. Осымен балалар, сабағым аяқталды. Менің сабағыма тіркеліп, лайк басып, каналыма комментарий жазуды ұмытпаңыздар.